Сәлем достар, бүгін мен сіздермен критиканың терең себеп салдарын талқылағым келеді. Оған дейін критика дегеніміз не? Соны көрейікші. Критика яғни бұл біреуді кінәлау, жазалау, айыптау, біреуге жала жабу, біреу туралы өсиет айту, жай соседің туралы, подругаларың туралы, туысқандарың туралы өсиет айту, бұл да критикаға жатады. Сонымен қатар біреуді сынау, біреудің ісін, тірлігін, бетін, түрін, киімін сынау, бұның бәрі критика болып саналады. И біз біреуді критиковать еткен кезде, біреуді сынаған кезде, біз яғни оны өзімізден кіші сияқты санаймыз, өзімізден кем қылып көрсетеміз. Өзіміздің рамкамызға сәйкес келмейді бұл. Өзіміздің құрастырылған заңымызға сол кінәдан өтіп жатқан адам сәйкес келмейді дейміз. Яғни біз өзіміздің көзқарасымызды, өзіміздің өмірге деген қарасымызды ол адамның көзқарасынан қайда биік, қайда маңызды, қайда дұрыс деп санаймыз. Бұл кезде не болады? Бұл кезде гордыня деген нәрсе шығады. Гордыня ол менменшілдік, ол өзіңді құдай ретінде санайсың. Өзіңді басқалардан биік сияқты санайсың. Гордыня бұл өр көкіректік. Қазақша, даже сөзді қараңыздар, не просто көкірек, өр көкіректік, яғни сенің көкірегін өр болып өсіп кеткен, өзіңді соншалықты крутой, өзіңді соншалықты құдай сияқты санайсың, что басқаларды өзіңнің личный сотыңнан өткізесің, соған сенің праваң бар сияқты санайсың. Хотя біз бәріміз Құдайдың астында жүреміз, бәріміз бірдейміз, бәрімізге өмір берілген Құдайдан. Бәрімізге сол өмірмен распоряжаться етуге свободная воля дейді. Свободная воля берілген. Яғни сен өзіңнің өміріңмен өміріңді өзің басқара аласың. Басқару деген өміріңді қалай құрастырғың келсе, өміріне нені енгізгің келсе, немесе керісінше өміріңнен нені алып тастағың келсе, бұл сенің, тек сенің жеке өмірің. Бірақ адамдар басқаларды өзінің сондай кішігірім сотынан өткізгенді дұрыс санайды. На самом деле критика біреуді айыптау, өсек айту, сынау, бұлардың бәрі сол критиканы, сол сынды айтып тұрған адамның проблемасы. Мысалы, сізді біреу сынап тұрса, біреу осуждать етсе, критиковать етсе, даже если бұл подругаларыңыз емес, туысқандарыңыз, өзіңіздің ата-анаңыз, әйеліңіз, күйеуіңіз, жұмысындағы таныстарыңыз, сабақтағы таныстарыңыз, тағы басқа біреулер болса, бұл солардың проблемасы. Олардың рамкалары соншалықты кішкентай, көз қарастары соншалықты осындай вот совсем узенький, кішкентай болып келеді, что өзінің рамкаңнан артық еш нәрсе көре алмайды. Сіздің тірлігіңіз, сіздің киіміңіз, сіздің бет келбетіңіз оның рамкасына сыймайды. Бұл кімнің проблемасы? Сіздің проблемаңыз ба, оның проблемасы? Конечно, оның. Біреуді тыңдаған кезде, біреудің критикасын тыңдаған кезде, біз не істейміз? Біз сол адамның узенький рамкасына кіреміз деген сөз. Соның рамкасына кіруге тырысамыз деген сөз. Хотя сіздің рамкаңыз одан үлкен болып тұр. Неге үлкен? Потому что сіздің тірлігіңіз оның рамкасына сыймайды. Егер сиятын болса, сізді критиковать етпейтін еді. Сіздің тірлігіңіз оған жағатын еді. Ал енді бір сұраққа жауап беріңізші. Барлық адамдардың рамкаларына кіру мүмкін бе? Барлық адамдардың пікіріне сәйкес келу мүмкін бе?
жоқ, әрине жоқ, мүмкін емес. Значит, бәріне, барлық адамдардың ойларына, пікірлеріне, рамкаларына сәйкес келу мүмкін емес. Сіз тек өзіңіздің рамкаңызға сәйкес келе аласыз. Тек өзіңіздің ойыңызға сәйкес келе аласыз. Өзіңіздің пікіріңізге сәйкес келе аласыз. Сол үшін біреудің рамкасы, біреудің көз қарасы маңызды ма бізге? Шын мәнінде маңызды емес. Тек сіз ғана өз-өзіңізге авторитет бола аласыз. Ал енді бір өте маңызды нәрсені айтамын қазір. Бізді сынайтын адамдар, даже просто оймен айыптайтын, ешнәрсе айтпаса да, жазбаса да, просто оймен бізді критиковать етсе, өзін іштей кінәласа, бізді жазаласа, дәл осы сәтте ол адамдар біздің негативті программаларын өзіне алады. Мысалы, сіз бір тірлік бастаймын дейсіз. Тірлігіңіз өзіңізге ұнайды, бір кішігірім тірлік болсын, мақұл, шашыңызды жаңа цветке бояйым дейсіз, немесе қасыңызды жаңадан істеймін деп салонға барам дейсіз, немесе кішігірім бизнес ашам дейсіз, неважно, диссертация жазам дейсіз. И сізді біреулер критиковать етеді. Сен ақмақсың ба? Сен қазақсың ғой, қандай сары шашпен жүрмейді қазақ қыздары. И так далее, или қасынды инстаграмның қыздарына ұқсап қасынды істегің кеп тұрма деп біреу айтуы мүмкін. Немесе просто бизнес туралы, допустим. Ой, киім сататын бизнесмендер уже көп. Сен просто тағы біреу боласың, конкуренция болады, у тебя ничего не получится деп сізге айтуы мүмкін. Сен қолынан түк келмейді ғой. Сен сабағында жүргенде оқи алмадың, троечница болып жүрдің ғой, деп сізге айтуы мүмкін. Обычно бұндай сөздер жақын адамдар айтады негізі. Подругалар, туыстар, ата-ана айтуы мүмкін. Бұл кезде не болады? Олар сізді солай сынаған кезде, критиковать еткен кезде, сіздің негативті программаларыңызды өзіне алады да, өзі соны отработка қылып жасайды. Өзі отрабатывать етеді. Яғни, сіздің мысалы жаңа бизнесіңізге бір арасында, бизнесті бастар алдында сізде бір кедергілер болса, сол кедергілерді сізге жоюға көмектеседі. Яғни, сіздің негативіңізді, сіздің қателіктеріңізді, сіздің алда күтіп тұрған подножкаларыңызды өзіне алады. Осылай сізге жолыңызды тазалап береді. Бұл мен сізге қазір айтып тұрған көзге көрінбейтін критиканың себеп салдары. Сондықтан сіз критиканы тыңдаған кезде біріншіден есіңізде сақтап тұру керек. Бұл просто сол адамның рамкасы. Біріншісі. Екіншісі, қазір бұл адам просто менің кедергілерімді, менің қателіктерімді өзіне алып жатыр. Менің жолымды тазартып жатыр. Біздің өміріміз, көріп тұрған реальный өміріміз, мысалы, мынау перде, мынау рубашка, телефон, мінекей, камера, адамдар, телевизор артта. Бұл біздің шындығымыз, реальность наша. Ұстап көретін реальность, кәдімгі көзге көрінетін реальность. Бұл шындық бір емес. Бізде тағда жіңішке, өте нәзік, көзге көрінбейтін тонкий пласт бар. Біздің шындық жалғыз емес. Біздің шындығымыз жіңішке пласттан да тұрады. Тонкий пласт, тонкий план дейді. Сол жіңішке планда, көрінбейтін шындығымызда критика бұл өте мощное оружие, которое направлено на самого человека. Критиковать ететін адам өз-өзін жояды. Өсек айтатын адам
дәл сол сәтте өз-өзін жойып тұр. Басқа адамдарды кінәлайды. Өзінің өр көкірегін өсіреді и өзіне сол басқа адамның проблемаларын алады. Болды, ісі бітті бұл адамның. Сондықтан қыздармен, достарыңызбен әңгімелескен кезде біреуді сынауға, біреуді критиковать етуге, айыптауға қорқу керек. Не то что қорқу. Просто өзіңіздің лексикаңыздан ондай сөздерді, ондай программаларды жою керек. Оны қалай жоямыз? Мысалы, біреуді критиковать етіп қойдым, и сразу сол кезде өзіңізді ұстайсыз. Сразу уже білесіз, ой, мен қазір мына кісіні критиковать еттім. Мысленно оймен сол адамға бақыт тілеу керек. Бақыт тілеп, болды, келесіде мен сені критиковать етпеймін, мен сені сынамаймын дейсіз. Екінші рет қайттан біреуді критиковать етіп қалсаңыз, қайттан сол адамға бақыт тілейсіз. Ойыңыздың ішінде, да? И осылай өзіңізді ұстаған сайын постепенно психика үйренеді. Біреуді айыптамауға үйренеді. Адамдарды сынамауға үйренеді. Бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз қалса, осы видеоны астына жазсаңыздар болады. Пікірлеріңізбен бөліссеңіздер де болады. Егер маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, ссылка Instagram арқылы сол жерде барлық ақпаратты алуға болады. Сонымен қатар YouTube каналда бір видеоның спонсоры бола аласыздар. Видеоның спонсоры деген, сіз маған жеке сообщенияда сұрақ қоя аласыз. Маңызды көптен бері іздеген сұрағыңыз, яғни жауап, сол сұраққа жауапты көптен бері іздеп жүрсеңіз, маған сол сұрақты қойып, мен келесі видеода сол сұраққа үлкен жауапты видео ретінде беремін. Ол видеода сіздің аты жөніңіз, тұратын қалаңыз еш нәрсе айтылмайды. Тек сұрақ пен сұраққа жауап.